Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым, күнделікті Құран кәрімнен үзінді оқиық. Ақла сүресі Меккеде түскен 19 аят. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Мұхаммед ғалейхиссәләм, ұлы Раббыңның атын дәріпте. Ол сондай Алла, жаратып толықтаған. Ол сондай Алла, шамалап оңғарған. Ол сондай Алла, жайылысты жаратқан. Сосын оны қап-қара қоқымға айналдырған. Мұхаммед ғалейхиссәләм, саған Құран оқытамыз, сонда оны ұмытпайсың, бірақ Алланың қалағаны басқа. Негізінде ол көрнеу көместі біледі. Саған оңай болғанды қолайластырамыз, пайда беретін болса насихат ет. Әлде кім Алладан қорқса үгіт алады. Сорлы болғандар одан бой тежейді. Ол сондай зор тозаққа салынады. Сосын ол арада өлмейді де, тірілмейді. Әлде кім тазарса, ол құтылады. Ол Раббының атын еске алып, намаз оқыды. Бұл айт намазы. Сау саламатта болыңыздар. Сауабы сіздер мен біздерге болсын.